Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге жұмсақ әрі дәмді, құрамында ешқандай дрожь және басқа да ашытқылар қосылмаған шелпектің түрін көрсететін боламын. Ол үшін бізге ұн және ас содасы мөлшерін барлығын описание бөліміне жазып қоямын. Ұн мен содан жақсылап араластырып аламыз және де су қосып немесе сүт, айран қосып илеу өз еркіңізде, бірақ қамырыңыз жұмсақ болуы керек. Мен айран қосып иледім қамырды. Маған айран қосылғаны ұнайды және дәмі де ерекше болады. Жұмсақ қамыр болуы керек. Қамырымызды қатты қылмаймыз, себебі қатты қылып илейтін болсаңыздар, шелпектеріңіз қатты болып қалуы мүмкін. Осы дайын қамырымызды енді бетін жауып, жылылап, жылы жерге қойып қоямыз. 15-20 минут тұру керек. Қамырымыз дайын болды. Дайын қамыр ашыған сияқты осылай үлкен болып көтеріледі өзі. Және қамырымызды өздеріңізге қажетті бөліктерге бөліп аласыздар. Мен шелпек болғандықтан домалақтап дайындап алдым барлығын. Барлық домалақтанған қамырларды осылай жайып алдын ала дайындап қоямыз. Қамырымызды осылай жайып дайындап аламыз да майымызды қыздырып, қатты қызған майда бауырсақ секілді пісіріп аламыз. Және қызарғанша күтеміз. Міне менің бауырсақтарым, шелпектерім дайын болды. Осылай тез әрі жылдам пісіріп алуға болады. Жұмсақ әрі дәмді болады. Менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.